Күлімсірі. Біз өмір сүріп жатқан фәни дүние, сынақ әлемі және уақытша мекен. Ол азаптарға, бәлеке сапаттарға, қайғы-мұңға және ауру сырқауға толы. Бірақ бұл біз азап шекіп, мұңайып, жасымызды төгіп, жылап жүруіміз керек деген сөз емес. Тұнжырап жүру бұл жақсы қасиетке жатпайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: мұсылманның бауырына күлімсірегені садақа бергенмен бірдей. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам көбінесе күлімсіреген жүзбен жүретін еді. Ол барлық иманды жандар үшін үлгі. Егер күлімдеуде не күлкіде қате бір нәрсе болса, ол бұдан бірінші болып бас тартатын еді. Ол көңіл көтеретін сөз айтатын, бірақ өтірік айтқан емес, және әрдайым көңіл күйі көтеріңкі жүретін. Күлімдеу және көңіл көтеретін сөз қуаныш алып келіп, тұнжырамай, еркін жүруге жәрдем береді. Көңілді көтеріп, бұл дүниедегі өмірді жеңілдетіп, жақсы көңіл күй сыйлайды. Жан дүниеге күш-қуат береді және ауыр ахуалдардан шығуға, сынақтардан өтуге жәрдем береді. Қуануды білмеген және ешқашан жымимаған кісіге байлық та, билік те және оған берілген жақсылықтардың ешбірі де бақыттылық бере алмайды. Оны еш нәрсе түнерген жағдайынан шығара алмайды және ол өзінен елді үркітіп тұрады. Өйткені ол әрдайым сондай, өлімнен келгендей тұнжырайып жүреді. Одан зерігу, мұңаю сезіліп, өзінің сыртқы көрінісімен басқалардың көңіл күйін бұзады. Мысалы, өте сұлу әйел де әрдайым қабағын түйіп, тұнжырап үйін мазарға айналдырып тастаса, онда оның сұлулығынан не пайда? Өз үйін кішкентай пейішке айналдырған көңілді, тартымды әйел онша сұлу болмаса да, тұнжырайған сұлудан әлде қайда әдемі. Дегенмен, күлімдеу шын жүректен шыққанда ғана, кісі көңілді, меймандас болса ғана бағалы болады. Адам табиғатында қуану сипаты бар. Бірақ теріс сезімдер, эгоизм, сарандық, ашулану оны тұнжыратып, уайымшыл қылады. Тіпті жануарлар да өмірге қуанады. Ал енді тұнжыраған, мұңайған кісі Алланың әлемдегі сұлулықтарын байқамайды. Ол өзінің проблемаларымен ғана әлек. Бір нәрсені әр адам әрқандай етіп көреді. Біреулер оптимизм жолын ұстанып, өмірге жаңа үмітпен қараса, тағы біреулер пессимист болып, үмітсіз қарайды. Ой мақсаттары да, істері де дұрыс болғандар ғана дүниені шынайы бейнесінде жаратқан берген барша ғажап әсемдігімен көруге қабілетті. Дүниеде болмаған қаншама нәрсе үшін ашуланып, өзінің де басқалардың да өмірін уландырған кісілер бар. Олардың ашуланғанның себебі сынған шыны, жыртылған бір парақ қағаз, зияны жоқ әзіл не жолда түсіріп алған болмашы тиын. Бұлар түймедейді түйедей етіп, қиындықтың масштабын өте үлкейтіп көріп үйренген кісілер. Кішкентай жамандық олар үшін нағыз қайғы, айналадағылардың кішкентай ағаттығы қорқынышты қылмыс болып сезіледі. Олар өздеріне берілгендердің ешбіріне қуана алмайды, бірақ ашуланып, жындану үшін әрдайым себеп табады. Бұл кісілер шындығында бақытсыз байқұстар. Олардың бақытсыздығының себебі олардың өздерінің мінезі, жүріс-тұрысы және өмірге деген көзқарасы. Өмір тұнып тұрған өнер. Ал енді әрбір өнерді ынта қойып оқып, үйрену керек. Өмірге қуана білу және жақсы көңіл күйді сақтай білу тола ақша салынған қапшықтан да маңызды. Қабағы қатулы, ашулы және жүдеген кісіге қарағанда ашық жарқын, көңілді адам өзіне және айналасындағыларға көбірек пайда алып келеді. Өкінішке орай, кейбір адамдар ақша туралы ойланып, күніне бірнеше сағат уақытын кіріс пен шығыстарын есептеуге жібереді де, сол уақытта әсем бақтарды, жұпар иісті гүлдерді және құстардың әдемі сайрағанын, жаратқаннан сыйға берілген айналасындағы керемет сұлулықтарды еш байқамайды. Алыстан бақыт іздегендер жаңылады. Бақыттылық біздің өзімізде. Біреулер оны байқайды, ал біреулер өзінде бар екенін сезбейді де. Мәселе өмірде емес, сол кісінің оған деген көзқарасында, сыртқы шарттарда емес, пенденің оны қалай қабылдап алатынында.
бақыттан өз еркімен бас тартқан адам қайтып бақытты бола алмақ. Сергек әрі жақсы көңіл күйдегі кісі қиыншылықтарды да күлімдеумен басып өтеді және бұл оған қуаныш, тебіреніс тарту етеді. Ол қиыншылықтардан қорықпайды, ол жігерлі, еңбекқор. Міне сондай кісілер үшін телегей теңіз тізесіне келмейді деп айтады. Бұл қабағы қатулы және қайғылы кісілердің өміріне қарағанда олардың өмірі жеңіл дегендік емес. Бар болғаны олар өздері оптимизммен өмірін жеңіл қылады. Көп еңбектеніп, өзіне де, айналасындағыларға да қуаныш сыйлаған, бақыт алып келген кісілер бар. Олар сол жолда жігерленіп, қойған мақсатына барар жолда алдынан шыққан қиыншылықтардан еш қорықпайды. Сондай-ақ олар үшін барлық жолдар жабылған, ешбір әрекет жәрдем бермейтіндей, не қылса дағы еш нәрсе шықпайтындай сезінетін кісілер де бар. Олар отырып алып, аспаннан алтыннан жаңбыр жауын, не жерден үлкен қазына табылуын күтеді және аяғында ондай керемет болмағаны үшін қатты қапа болады. Біздің өміріміздегі барлық қиыншылықтар уақытша, салыстырмалы. Кім тышқаннан қорықса, сөзсіз одан жеңіледі. Ал енді кім арыстаннан да қорықпаса, ол оны жеңеді. Бұл өмірде қиыншылықтар бөтен ит сияқты. Кім одан қашса, ол оны қуады. Ал енді кім оған қарай сенімді баратын болса, ол оған жол босатып қашып кетеді. Егер кісі өзін еш нәрсеге жарамаған, пайдасыз және ұлы істерді жасауға қабілетсіз деп ойласа, ол шынында сондай болып қалады. Мұндайлар бір нәрсеге кірісерде өзінің жеңілетінін және игілікке жетпейтінін күтеді. Өзіне сену өте маңызды. Өйткені ол мақсатқа жетуге түрткі болады. Сондай-ақ бұның тәкаппарлыққа ешқандай қатысы жоқ. Өйткені өзіне сенуі мақтауға лайықты. Ал енді тәкаппарлық болса, жаман, арам нәрсе. Өзіне сенген кісі алға қорықпай қадам басып, жолында пайда болған барлық тосқауылдардан өтуде бір Аллаға тәуекел етеді. Ол барлық нәрсе Алла тағала арқылы ғана келерін түсініп тұрып, оған тәуекел етіп еңбек етеді. Өмірде байсалдылық, сенімділік және Аллаға тәуекел етумен қадам басып, өзі елге, ел оған жақын болу, оптимист болу, жағымды, күлімдеген және сергек кісі болу қандай керемет. Күлімдеу біздің бақытымыздың бір бөлігі екенін түсіне білу өте маңызды.